Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыдағы Алмарасанға апаратын жолдағы бекетке төлемді енді алдын ала жасауға болады. Биылдан бастап кіру ақысын банк қосымшасы арқылы аудару жүйесі іске қосылды. Іле Алатау ұлттық паркі басшылығының мәлімдеуінше баға көліктің көлеміне қарай есептеледі. Электрокар мен автобустарға да жеңілдік жоқ. Бұған дейін Алмарасан мен Үлкен Алматы көліне кіру ақысын осылай терминалға жеткенде ғана төлеуге болатын. Соның кесірінен көліктер кейде ұзын сонар кептелісте тұрып қалатын. Бірақ енді төлемді алдын ала жасауға мүмкіндік бар. Яғни ақылы трассалардағы терминал сияқты жұмыс істейді. Алдын ала төлеп келсе, машиненің номерін оқиды, ашып жібереді шлагбаум. Осындай бізде енді қазір төртеуі жүзеге асырылып жатыр. Алмарасан, Бұтақты шатқалы бар, Түрген, Қаскелең шатқалдарында орнатылды бүгінгі күнге. Ал төлем бағасы көлік түріне қарай есептелген. Мысалы, мотоцикл мен мопедтерге осы жылы 786, жеңіл машинаға 1179, орын саны 16-ға дейінгі транспортқа 5111, 32 орындық автобустарға 11000, одан көп болса 17,5 мың теңге болады. Ал электрокар мен жаяуларға адам басы 589 теңге. Ұлттық парк өкілдерінің айтуынша былтыр шатқалға 824 мың турист шықса, биыл 8 айда миллионға жеткен. Дені Үлкен Алматы көліне жаяу келеді. Үлкен Алматы көліне біз автомашиналарды жіберуді тоқтатқанбыз арнайы жүйеспен, бұйрықпен. Өйткені қазіргі уақытта жолдың қауіптілігі өте жоғары. Кейбір жерлерде автомобильдер соғысты, жолдың дұрыс болмағанына байланысты. Парк директорының сөзіне сенсек, көлікпен жүруге тыйым салынған жолды жөндеу, қауіпті жарларды бекіту жұмысы 2 жылда аяқталу керек. Бірақ жол ашылған күннің өзінде тек экологиялық арнайы автобустарды ғана өткізу жоспарда дейді. Оразай Нұртайұлы, Ренат Абылқайыр, Информбюро.